Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Килиан Мбаппе Мадридте үй іздеп жүр. Ман Сити Холландты сатып алды. Садио Мане Баварияға ауысуы мүмкін. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Зияш А сериясына ауысуы мүмкін. Челсидің жартылай қорғаушысы Хаким Зияш алдағы трансферлік терезеде клуб ауыстыруы мүмкін. Ойыншыға Туриндік Ювентус қызығып отыр. Зияш осы маусымда 20 ойында 4 гол соғып 2 нәтижелік пас берді. Манчестер Юнайтед тек еркін агенттерді ғана сатып алатын болады. Британдық бақ Манчестер Юнайтед жазғы трансферлік терезеде еркін агенттерді ғана сатып алуға көңіл бөлді деп хабарлайды. Бұл қаржылық қиындықтарға байланысты екені атап өтілді. Манчестер Юнайтед осы маусымда Премьер-лигада жақсы өнер көрсете алған жоқ. Ел біріншілігінің қорытындысы бойынша команда Чемпиондар лигасына өте алмады. Осы жағдай манкуниандықтардың қаржылық қиындығын туындатып отыр. Дереккөз клубтың трансферлік бюджеті шамамен 120 миллион евроны құрайтынын атап өтті. Бұл ұжымды қайта құрамдау үшін жеткіліксіз екені айдан анық. Бұған дейін Ральф Рагник манкуниандықтардың құрамын қайта құру үшін 8-10 ойыншы шақыру керек деп хабарлаған болатын. Манчестер Ситидің шабуылшысы Жезус Арсеналға ауысуға жақын. Манчестер Сити шабуылшы Габриэл Жезусты Арсеналға жіберуге дайын. Бұл туралы британдық басылымдар хабарлайды. Сити Дортмундтық Боруссияның шабуылшысы Эрлинг Холландты сатып алды. Арсенал өз кезегінде қалалықтардың бразилиялық легионерін көптен бері алғысы келіп жүрген. Хави Барсаның кадрлық өзгерістері туралы жоспармен бөлісті. Мен келесі маусымда Барселонада кім ойнайтынын нақты білемін. Клуб нақты шешімдер қабылдады. Мен ойыншылармен әрқашан ашық сөйлесемін. Бізде қаржылық қиындықтар бар. Қалай болғанда да кейбір ойыншылар кететін болса да, мен ағымдағы маусымның соңғы матчтарында олардың көмегіне сенемін, деді Хави. Мадридтік Реалдың Бензема үшін жаңа келісімшарты дайын. Реал Мадрид басшылығы ең тәжірибелі шабуылшы Карим Бенземамен ынтымақтастығын ұзартқысы келеді. Бұл туралы испандық бақ хабарлайды. Бланкос Бенземамен келісімшартты 2024 жылдың ортасына дейін ұзартқысы келеді. Каримнің Реалмен қазіргі келісімшарты 2023 жылдың жазына дейін есептелген. Бензема Карло Анчелоттимен тамаша маусым өткізді. Карим Ла Лигада 30 ойында 26 гол соқты. Атлетик Билбао бас бапкер қызметіне Маурисио Почеттиноны шақырғысы келеді. Атлетик Марселиноның жұмысына көңілі толмай отыр. Почеттиноның қазіргі ПСЖ-мен келісімшарты бар. Дегенмен осы маусымның соңында ол париждік команданың бас бапкерлік қызметінен кетеді деп күтілуде. Манчестер Юнайтед Лейпцигтің қорғаушысы Норди Мукелеге қызығушылық танытып отыр. Мукеле трансферлік нарықта сұранысқа ие. Оған Манчестер Юнайтедтен бөлек Атлетико Мадрид, Бавария және ПСЖ клубтары көз тігіп отыр. 2021-2022 маусымда Мукеле бұқалар үшін 37 матч өткізді. Оның есебінде 2 гол және 5 нәтижелік пас бар. Оның трансфері 25 миллион евроға бағаланып отыр. Манчестер Сити осы жазда вингер Бернардо Силваны сатуы мүмкін. Бұл туралы журналист Экрам Кунур хабарлайды. Дереккөздің хабарлауынша қалалықтар Силваның бағасын белгіледі. Сити өз ойыншысы үшін 100 миллион евро сұрап отыр. Силваға басты үміткер Барселона. Алайда қаржылық мәселелерге байланысты Барселона жақын арада мұндай қымбат ойыншыны сатып ала алмайды. Барселонаның басшылығы мен бас бапкер Хави Эрнандес вингер Усман Дембеленің келісімшартты ұзартқанын қалайды. Бұл туралы El Diario хабарлайды. Хави 2022 жылы мансабын қайта жаңғыртқан Дембеленің ойынына дән риза. Усманның келісімшарты жазға дейін есептелген. Дембелеге АПЛ клубтары қызығушылық танытып отыр. Олар Челси, Манчестер Юнайтед және Ньюкасл. Челсидің қақпашысы Кепа Аризабалла алдағы жазда клубтан кетуі мүмкін. Бұл ақпаратты журналист Экрам Кунур бөлісті. Кепаның Челсимен келісімшарты 2025 жылдың ортасына дейін созылған. Бірақ испандық көктердің екінші қақпашысы рөлінен жалығып кетті. Кепа Мендиге бәсекелестік тудыра алмайды. Лацио Кепаны сатып алуға қарсы емес. Бірақ римдіктер Челсидің қаржылық өтініштерін қабылдауы екіталай. Мадридтік Реал шабуылшы Лука Йовичті сатуға шешім қабылдады. Бұл туралы испандық бақ хабарлайды. Йович осы жазда Сантьяго Бернабеуден кетеді деп күтілуде. Ойыншыға Дортмундтық Боруссия қызығушылық танытып отыр. Осы маусымда ол Ла Лигада бар болғаны 13 матчта алаңға шығып,
1 гол және 2 нәтижелік пас берді. Бавария Ливерпульдің вингері Садио Манені сатып алғысы келеді. Бұл туралы Sky Германия хабарлайды. Баварияның спорт директоры Хасан Салахмеджи Маненің агентімен кездесіп үлгерді. Тараптар сенегалдық ойыншының Роттен лагеріне ауысу мүмкіндігін талқылады. Биылғы маусымда Мане қызылдар үшін 46 матч өткізіп 20 гол және 4 нәтижелік пас берді. Манчестер Сити Эрлинг Холландтың келесі маусымнан бастап қалалықтар сапында ойнайтынын растады. Бұл туралы ағылшындық клубтың баспасөз қызметі хабарлады. Біз Дортмундтық Боруссиядан Эрлинг Холландты ауысымы туралы келісімге келдік. Холланд Манчестер Ситиге 1 шілдеде қосылады. ПСЖ шабуылшысы Килиан Мбаппе Мадридтік мейрамханалардың бірінде көзге түсті. Мбаппе уақытын бұрын Реал Мадридте ойнаған әріптесі Ашраф Хакимимен бірге өткізді. Мбаппенің ПСЖ-мен келісімшарты осы жазда аяқталады. Ол әлі күнге дейін Парижбен келісімшартын ұзартуға келіскен жоқ. ПСЖ басшылығы команданың бас бапкері Маурисио Почеттиноны жұмысынан босатуға дайын. Бұл туралы журналист Никола Шира хабарлайды. Почеттино осы маусым аяқталғаннан кейін қызметінен босатылады деп күтілуде. Оның орнына Реалдың бұрынғы бас бапкері Зинедин Зидан келуі мүмкін. Маурисио Почеттино Париждік клубпен келісімшарты 2023 жылдың ортасына дейін есептелген. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.